Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде көркем әдебиет сабағы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы тазалық пен ұқыптылық. Сабақ бастамас бұрын шаттық шеңберін құрамыз. Армысың аспан ата, армысың жер ана, армысың нұрлы күн, күліп шықты күн бүгін. Тазалық денсаулық кепілдеген. Адамның денсаулығы қоғамның денсаулығы. Әрбір адам өз денсаулығының мықты болу жолдарын қарастыру керек. Дені сау адамның көңіл күйі көтеріңкі болып, еңбекке әрқашан құлшына кіріседі. Халқымыз дені саудың жаны сау деп орынды айтқан. Тазалық сақтау дегеніміз ол күнделікті денсаулықты сақтап, оны нығайтуға бағытталған шаралар. Ол дегеніміз тәніміздің күтімі, ауыз қуысының күтімі, тісті тазалау, ыңғайлы аяқ киім кию, үйдің ішінде тазалық сақтау, үнемі таза жүру. Тамақ ішер алдында және тамақ ішкеннен кейін, сабақтан қайтқаннан кейін, әжетханадан соң міндетті түрде қолды жуу керек. Түшкіргенде немесе жөтелгенде мұрын мен ауызды бет орамалмен жауып, теріс айналып түшкіру керек. Бұның бәрі бала тазалыққа жатады. Тазалық сақтау үшін бізге қандай заттар керек? Оны білу үшін келесі видеоны қарап көрейік. Тіс пастасы, тіс щеткасы, айна, тарақ, сусабын, иіссабын, орамал, жөпке, Енді балалар кітабымызды ашып, сабақты орындаймыз. Бірінші тапсырмада сурет бойынша әңгімеле дейді. Астында сұрақтар берілген. Қыз балаға сабын, сүлгі не үшін қажет? Бала не істеп жүр? Таза ұқыпты болып жүретін балаға қалай қарайсың дейді. Осы сұрақтарға жауап бере отырып, балалар, біз саған суретті әңгімелейміз. Келесі тапсырмада бізге өлең жолдары берген. Дос бол сабын сумен сен, жиі жуын сен. Таңертең де, кеште де, жуын күндіз түсте де. Жуын тамақ алдында, жуын тамақ соңында. Жуын жатар алдында, жуын тұрған мезгілде. Су мен сабын бір жолдас, жоймас олар кір болмас дейді. Осы өлең жолдарын жаттаймыз. Кітаптың келесі бетінде бізге жұмбақтар берілген. Соны табамыз. Жұмылған баланы аймала балады. Сүртеді қолыңды, сүртеді жоныңды. Бұл не? Келесі жұмбақ. Дымқылдап күндесен, қолыңды сүйкесең. Кетіп кір ласың, тап-таза боласың. Бұл не? Осы жұмбақтың жауабын табамыз. Жұмбақтың астында бізге бос орын берілген. Бұл жерге орындатын тапсырма тазалыққа қажетті заттардың суретін сал дейді. Бала бізді алдыңғыда айтып кеттіге тазалыққа қандай заттар керек? Солардың суретін саламыз. Осымен балалар, бүгінгі сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.